Баршаңызға сәлем. Бүгінгі негізі осы жерде отырған себебім талай жылдан бері араға 10 жыл салып, 10 жыл деген біреуге 10 жыл, біреуге бір ғұмыр. Ең алғашқы махаббатым мен осы 10 жыл бұрын күтпей, мен басқа қалада болған кезде, оқып жүрген кезде басқа жігітке күйеуге шығып кетті. Араға 10 жыл салып, бұл жара деген жазылған жоқ. Бұл жара күнмен күнге үлкейіп келе жатыр. Мен оны ұмыта алмадым. Әр күнім, әр түнім тозаққа айналды. Оны ойламай бір күнім кешпеді. Енді осы әлеуметтік желіде оны тауып кездесуге шақырдым. Кейбіреулеріңіз айтуыңыз мүмкін, бұның себебі не? Талай жыл өтіп кетті, неғып сен оны қайта қазып жатырсың деп. Бірақ ішімде тұрған мұң бар, ішімде тұрған тұңғиық жарам бар. Соны өзіне ашық айтып, түсіндіріп, ішімдегі осы ауыр жүктен босанғым келіп отыр. Сонымен енді осылай. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Кешір мені. Айжан, енді талай жыл өтіп кетті ғой. Мен шынымды айтсам, түнім тозаққа айналды. Күнім балшыққа айналды. Балшыққа батып баратсам да, тозаққа түсіп кеткенім артық. Қанша жыл өтті арада. Неге сол күні сен мені күтпедің? Неге мен саған қанша рет түсіндіріп айттым? Сенесің бе, әке-шешем маған қанша қыздарды мен таныстырды, туысқандарым қанша қыздармен таныстырды. Мықты келін болатын, әйел болатын қыздармен таныстырды. Менің бүкіл ойыма көнетін, бүкіл көңіліме қарайтын қанша қыздар өтті алдымнан. Бірақ мен олардан бас тарттым. Жүрегімде өйткені тек сен ғана болдың. Ал сен алдыңда жүрегіме пышақ сұғып алдың. Қанша күн өтсе де сені ұмыта алмадым. Күндіз түні сені ойлап әбден қиналып болдым. Сен болсаң мені бір сәт ойладың ба? Бір сәт болсын мені ойладың ба? Иә саған. Бір нәрсе жазып, бір нәрсе қалдырып кетпедің артымнан. Жоқ болып кетті. Жарайды, отбасы құрғаның жақсы. Балалы болдың, шағалы болдың, күйеуің бар, сен әлпештеген. Бірақ сен оны шын жүректен сүйесің ба? Оған деген бір сезімің бар ма? Екеуміздің сезіміміз оттай лаулаған кез еді. Сен болсаң оның бәрін жоқ қылдың. Тағдыр шығар. Әрине тағдыр деп көнеміз енді. Бірақ сонда да ішімде тұрған бұл жара, бұл мұң, тұңғиық. Басқа шаруамен айналыса алмаймын. Жұмыс істейін десем, жұмыс істей алмаймын. Үйленейін десем, үйлене алмаймын. Бұл істегенің сенің қалай сонда? Өз өміріңді жалақсы қылып, басқа біреудің өміріне. Менің айтар сөзім жоқ. Рахмет келгеніңе, мен айтқанымды айттым. Сау бол.